Sen mаған көктемдегі жүрегіммен қақ жарған от кеудегі кезіктірдім мен бұрын қиялымда көктемде. Ой, тамаша, көп рахмет. Орныңызға жайғасайық. Көшілер атынан екеу бір. Нағил, режиме кішкенейін тағы. Рахмет, жақсы менен. Құлалардың атынан сұрады. Сыйлық. Өнер үстен болып келіп отыр, құлалардың атынан. Тамаша, құлалардың атынан. Өнер үстен болсын, құлалардың атынан келіп отыр. Ал, Ерманов көршілердің атынан. Ал рахмет көп баршаңызға. Рахшым апа? Коллективтің атынан. Айырдан ағайын болып, орнайында көріп жүрміз, дастарханда смолдырмыз, маған жестамай әнші ол, аман жоқ, әдершін оқытын тек дастарханның гүлі болып жүреді. Ерланның құрдастарының атынан. Тамаша, құрдастарының атынан. Так, мынау Арай апаның коллективінің атынан. Дұрыс айттым ба, Рахшым апа? Ал, қадірлі ағайындар, тамаша вальс тыңдадық. Өнерің күштересің, Ерланның ағалардың атынан. Тамаша, өлектің үлкендері, Ераханның ағалары. Бір тамаша күй тартуын тартуын етпек. Қос шектің бірін қаттал біреуін кен бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Серік аға, қош келдіңіз. Adayları var mı? Kıyıkulak koyunuzlar. Жұп болсын ба? Ал жұп болсын. Әлі дейсі күйімен жалғастырамыз.
Ой, тамаша. Қаттырақ қой. Қол соғып, қошеметті, құрмет көрсетіп қойыңыздар. Өнерің істей берсін, лидерлерің атына. Ал енді мына құдалар тойлы көтер, жақсы ат салысып жатсың, әрқашанда да өнерің үстем болсын, әрқашанда да осындай тойларда да өзіңді жақсы көрсетіп, аман есе аман жүрдірген. Мынау қарайтын нағашылардың атынан өнер үстем болсын. Ал сек өнерің үстем болсын. Ерлан Жезелеген адам. Жезелерің атына. Мына енді Құрманғазының шеберелерінің атынан қызылдық. Өнерің үстем болсын. Өнерің үстем болсын. Өнерің үстем болсын. Құдалардың атынан, және адайлардың атынан. Серік өнерің үстем болсын, Ерланның құрдастарының атынан. Мынау Арай Ерхатына бүгінгі құдалықтарың құтты болсын, жағынан болсын, құдалар әркез орындайымыз көп болсын. Серіктің өнерін біз қашанда бағалаймыз. Ерхатның шаңырағында талай кездесіп те жүрміз. Бұлай кезде де үлкен шараларда үнемі кездесіп жүреміз. Ерхатның құрдасы жолдасы Асқар менің жолдасым бүгін келу керек еді, келе алмай қалып. Бірақ сол кісінің атынан деп қабылда өнерін үстем болсын. Өнерін үстем болсын, қазақтың домбырасын осылай тарта беріңіз, Арайдың жұмыстастарына. Өнерің үстем болсын ба, көршілер атынан. Тамаша, көршілердің атынан. Серік өнерін үстем болсын, Ерланның жұмыстастарына. Тамаша. Ал енді қонақтар, бүгінгі мынау менің тойымды көтеріп келіп жатқан досым, осы құдалық өтеттен бері қарай Айда мен Серік екеуі осы барша қонақтарды атсалысып жатыр ғой, Дүйтерғанмен әйтеуір сағат сайын демей ақ қой, күн сайын хабарласып, телефонмен шаруам ұқсап жатыр ма, осындай деп, осы кешеде келіп, барша осы таратып жатқан сыйлықтың жартысы осы Серік пен Айданікі. Рахмет, аман жүр. Серіктің де күні кеше Шыңғыс деген ұлымыз үйленіп осындай құдалықты түрлі тойлардың барына ат салыстық. Сіздердің де шаңырақтарыңыз қуанышты бола берсін. Мынау енді менің Раяна қызым, біздің Шәрбанудың кіндік мамасы мен Айда кіндік папасы Серік. Шұғыламдікі Тамара мен Нұрбек Жезде өздеріне тартқан. Әлбейдікі ол келген жоқ, жиен еді бүгін. Енесі 70-ке толсаған кетті. Анарбек пен Фарида деген таналар. Ибахаңдікі бұл жерде Нұрбек пен Назымгүл деген досымыз. Тамаша. Осындай бүгінгі біздің шаңырақ. Енді Ақсерік құтты болсын. Мен Ақсерікті көрсете аламын. Менің Самат нағашымның қасында да досы бар, Ақсерік деген. Рахмет. Аман жүрек. Қош келдіңіз. Тамаша. Серік ағамызға қандырақ бір құрмет көрсетіп қойыңыздар. Көңіл-күйлеріңіз жақсы ма, қадірлі ағайындар? Дәл бүгін жұлдыз бағын жансың деймін, байқаймын қошеметің аз боп отыр, бүгін тойда құмарың қансың деймін. Асабаға шабыт беріп отырыңдар, дәулет балаң бүгін тойда шапсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан жігіттерден, қыздары байға кетіп қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан сылқымдардан, жігіттер басқа қызды алсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан ағалардан, көліктері оталмай қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан жеңгелерді, ағаларын шапалақпен салсын деймін. Шапалақ ұрмай
пенсиясы азайып қалсын деймін. Шапалақ ұрмай отқан әжелердің шалбарлар бір-бір тоқал алсын деймін. Той жасадың биікке самғап қыраның, дүбірлетсең белгілі шаңғап тұрарың. Шаңырақтың тойына қуанып келген, қош келдіңдер құрметті ардақтыларым. Ай айқайла пай-пайла, думандатып той-тойла, жақсылыққа атпайлап, жамандықты қақпайлап, соқ-соқ қошеметті тоқтамай. Ай айқайла пай-пайла, думандатып той-тойла, жақсылыққа оқтала, жамандықты ноқтала, соқ-соқ қошеметті тоқтамай. Аттарыңыз аталғанда орындарыңыздан тұрып, қаттырақ бір айқайлап, қошемет көрсетіп отырыңыздар. Кеттік нәке. Әннен бастау арайым, ең бірінші айтылсыншы ағайын. Емес қойыл жай бөтен, мінездері жайлы кел, румастарың ағайындар қайды кел. Емес қойыл жай бөтен, мінездері жайлы кел, руластарың ағайындар қайды кел. Жиеніне бар жақсысын жинаған, өзі сондай құрметті де сыйладан. Ешкімнің жоқ қаласы, биік болған бағасы, ол әрине жиен бөлен ағашы. Ешкімнің жоқ қаласы, биік болған бағасы, ол әрине көңілді жан ағашы. Көршілерді айтпасасын ақында, қоныстары орналасқан жақында. Есік ашып келшілер, қиналғанда сеншілер, бар осындай біздің мықты көршілер. Есік ашып келшілер, қиналғанда сеншілер, бар осындай мықты біздің көршілер. Әлі қарай айтылсыншы құрдастар, әңгімесі болады оның жырдастан. Менің бүгін түйгенім өте сондай сыйлы едің, ал құрдастар қалай көңіл күйлерің. Менің бүгін түйгенім өте сондай сыйлы едің, ал құрдастар қалай көңіл күйлерің. Достарың бар жүрген сынға алдырмай, жан бауырың жарты жолда қалдырмай. Сыйластықты құбалар, шапалақты мұқтырар, достарың бар барлығы да мықтылар. Шапалағын мұқтырар, сыйластығын ұқтырар, достарың бар барлығы да мықтылар. Құда деген халық бар ғой құрметке, құрметті жан болғасын ел өлгенді. Сыйластықты құбалар, ниеті де шын адал, қалайсыздар құда деймен құдалар. Сыйластықты құбалар, ниеті де шын адал, қалайсыздар құда деймен құдалар. Әдекеттер бірге жұмыс істейді, желден түспейді. Табыс артып еселеп, ақша тұрсын лесеге, коллективтен болсын жақсы қошемет. Табыс артып еселеп, ақша тұрсын лесеге, коллективтен болсын жақсы қошемет. Сыйластығын жасап жүрген сұрамай, шын туанып келген тойға сынамай. Мақтырар, сыйластығын тоқтырар, той есіне қол соғыңдар барлығы. Шапалақ, құттықтаймыз, құттықтаймыз. Тағы да, ағаштар қайдасты. Көп-көп рахмет қадірлі ағайындар. Енді бүгінгі біздің жұмысымыз осы қуанышты басқаруға келгеннен кейін той иелерінің мәртебесін көтеру, мерейін асыру. Көп-көп рахмет, бәріңізге той иелерін тағы да бір шапалақпен құттықтап қойсаңыздар болады. Көп-көп рахмет.
ал енді ағай той құтты болсын. Мынау жігіттің жақсы нағашынан дейді ғой. Мынау менің туған жиенім. Өнерің үстем болсын. Осындай жақсы асауат қызметті атқарып жатсың енді. Аман жоқ қай берсің де. Ой, рахмет. Ризасың ба нағаш? Неге қызыл емес онда? Сұрасаң қызылын да берем ғой. Bizler buna yerden ettik, kışkırtaya gelince koşuyor dedik. Bu kışkırtaya gelince bu da yemişsin. Adresa etmişsin o. Kıymış dedim ben. Bizde bağlı. Қаттырақ айтшы осы жерде. Балалар тыңдаңдар. Kıymış dedim. Tanışlarımız yok bak. Kıyırhan demiş bizler o. Kıyırhan dedim bir tüye bakanda şimdi bir tüyüşünün özü bir sonday nesi var. Burada жақсы. Жоқ, оны ұмытма. Сенің отырғанын айтып құлап, таңға дейін. Тағы не сылмаймыз ғой. Ал, денің сау болсын, аман бұл. Кішкентай кезде түгіліп едім мен ауызға, маған тарттым. Онда қалады екен. Мен осылай ордым кішкентай. Өнен ұстым болсын. Бір уақытта жерде түкіл көрген аман жүр. Арақпен аулақ жүрсіз. Аллахын төлі. Рахмет. Кішкентай кезіңізде ақыры азғандай түкіріп көткенсіз ғой. Достар, нағашым үлкен осы тойда үлкен деңгейде көтеріп жатыр. Нағашыма мен де байрақ қойып қойып жатыр. Енді тұқиясының мерейін көтеру енді біздің басты жұмысымыз. Сіздердің де көңілдеріңізді көтеру, сондықтан көп рахмет қадірлі ағайындар. Тағы бір әдемі тілекпен жалғап жіберейік. 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәли сөз сөйлесін. Ортада шаңыраққа жаңадан келіп жатырған құдалар менен құдағи дейміз. Есентемір құдалардың Есентемір елінен келген құдаларымызды орнымыздан тұрып, шапалақтық ұрып тұрып той төріне шақырамыз. Кішкене жоғарғы, өте аяқ жаққа түсіп кеттіңіздер, келіңіздер кішкене, орта берғай жақындаңыздар. Құдайдап құрметтеп төрімізге шығарғасын, аяқ жаққа қарай келдіріп қойып сөз сөйлеген ұят болар, кішкене, алға қарай. Жоңжай, қадамдарыңыз құтты болсын, тағы да құдалар, құдалықтарыңыз мың жылдық болсын. Енді тойдың өткеніне де көп уақыт болған жоқ, сіз жақта да құдалық болған, осы жақта да енді Алла бұйырып сәтін салып құдалық құрмаға келіп жатырсыздар. Ағайынменен таныстырып, ауызбіршілік жарасқан ынтымағы берік құдаларменен құдағай болыңыздар деген тілегіміз бар. Екі жақты жаттан жақын қылған осы бір жанмен шұғыла аман болсын, отбасылары өмірлі, шүбірлі, өнегелі отбасы болсын деген тілек айтамыз. Қош келдіңіздер. Ал құда-құдағай, мынау той құтты болсын, балдар бақытты болсын, еліміз тыныш болсын. Енді осындай жанашыр азаматтар мен азаматшалармен келіп жатырмыз. Мынау енді шетінен жайлап таныстырайын. Мынау нағашымның келіншегі. Қатыршы, қаса отыршы. Мынау нағашым, Мұхит деген. Мынау келін. Мына жерде еркін, Арида дейтін құдағайым бар мына, кіші келінімнің несі, әке шешесі. Сол құдамен де аздап мал шаруашылығын жасап, қол тимей қалды. Сондықтан құдағайымыз келіп тұр қазір. Арида құдағай. Мынау құдағайларыңыздың жеңгесі мына кісі, Зейнеп деген. Ру Есентемір, әрі апам, әрі енді. Бұлай енді. Келіп тұр. Зейнеп есімі. Мынау Салтанат деген менің әрі досым, әрі жиеншам. Өзі келіп тұр, бекістердің атынан. Мынау Лида деген апам енді, бөлек бұл енді. Адайдың шалбары. Кесінен мына бала аулатып кеттік, өзі келіп тұр. Ал мына Арғын деген құдам мынау. Құдағайымыз кішкене науқастанып қалды, келейін деп отыр еді, жаппасыма мен барам деп. Бірақ енді болмай қалды енді. Тәуір болып кетсін, грипповый етіп кішкене. Арғын деген құдамыз. Салихат деген құдамыз мына. Шапаевтан. Қасында құдағайымыз,
Тұрсын құдағай. Мәди деген балам. Келіншегім Бекзат деген қол көтерді. Бекзат деген құда баламыз мына. Естіден келіп тұр. Аян деген құда баламыз мына. Ана Еркін Фариданың несі, баласы. Аян деген. Айтқаз деген бала. Кіші бала. Келіншегіме. Аяжан деген. Айтпажақ Әлия менің әйелім. Үлкен қызы мұның Ақмұрал деген. Мына құдамның келіні. Мына Күндер деген менің қарындасым. Шорабай дейтін ағам бар еді. Қайтты Мұқырда тұрғанда. Соның қызы қазір қалада тұрады. 5 баласы менен. Қарындасым. Так. Шатасып кетіп жатыр ғой, құда шақырып. Қызым шанадан түсіп қалған қызым, шанадан түсіп қалған. Тойдан қалмайды, үйленіп әйтеуір. Театр я. Ғазиз деген жиенім. Қарындасым бір келіп, осыны жүріп, сен башқа қап қайт деді. Біржан танысты жүрмін. Біржан танысқа бола кеше келді ғой. Енді осындай немен келіп жатырмыз енді. Ағайындар бір қазақтың баласымыз. Енді ойнап күлген енді витамин дейді ғой енді. Аман жүріңдер, осы той болсын қалған жерде. Құдағай сіздер аман болыңыздар, иә. Алақандай өмірде осылай сыйласып, алдар бақыт болса, біз де жайлап бақытты болып жүре береміз. Алдабаймен жайлап. Ал енді аман болайық, сау болайық. Осы қалған енді құдалар жалғастырады. Көп сөйлеп кетті. Тойшы қауымда тойларымыз құтты болсын. Құдағай бүгін енді құдалық тойларын шақырып жатырсыздар. Құтты болсын. Балдар бақытты болсын. Жарығымен қалай жарсуатпенен тас балғайраның арасындағы жол болсын. Енді екі жақ болып осы балдардың қызығын көре беріңіздер. Той қыласын деймін. Енді мен өзімді таныстырсам, біреуім Қылышкестен Шеркешпін, жолдасым Қаракөз Жаппаш. Енді ол осында келем деп отыр еді. Ол да давлениясы көтеріліп келе алмай қалып жатыр. Енді сәлем айтып жатыр. Өткенде де жаңағына еркін құдаменен Фаридаға да айтыңдар, құдалығына бола алмады. Көптен ауыр болсын. Енді жақсылық тілейміз, қуаныш болсын. Отбасыларының бәріңде де осындай той болсын деген біледі. Қалған енді құдаша жалғастырады. Келгенім қарагем күш еркешелі, төркінім шалбарадай мұқыр жері. Мамай құдаларыңыздың нағашы апасымын, есімім Рида Болат Қапестегі. Атадан асыл мұра бар, болашақ жастан құра бар, теңін тапқан бала бар, бұдан артық бақыт бар ма, айтыңдаршы құдалар. Ұялмай босағаны заттанды, ананың жүрегінде сызат қалды, үйдің іші қалғандай үңірейіп, отырады әкесі күдірейіп. Өмір заңы қайтесін қыз кетеді, құлазытып көңілді іздетеді. Қыз қызығың бас ауырып балтырың сыздағанда, ақ көгершін алдымен қыз жетеді. Бақытты болсын жастар. Той тойға бассын, тойда кездесейік. Алейді құдағай, әлбізге қарасын, ағайын тұрма, той болсын, тоқырма болсын, айтып той қауыр болсын. Адар уақытты болсын, той болсын. Құдағайлар, мен өзімді таныстырып жіберейін. Мынау Әлия дейтін құдағайларыңыздың ағасы болып өмірікке өтіп кетті. Соның мен жолдасымын, жеңгесі боламын. Бір жағынан мен Мамай дейтін менің бауырым болады. Есен Темірдің ішіндегі көні. Бала күнімнен жаңа мектепте оқып жүргенде әкем таныстырып, Әмір деген
мамайдың папасының жаңа қырда тұрған мезгілде ағаң сенің осы деп осы неге барып практикадан өтесің, осы үйде жатасың деп жатқызған. Мамайдың жаңағы мамасы Бақсылы дейтін жеңгем болып, бәрі де өмірлік болып кетті. Оның бер жағында Шора деген ағасы, о да кетті. Оның бір баласы кетті. Енді бірақ арты жарасып, Мамайжан ұрпақ сүйіп, қайын сіңлім, әрі бауырым болғашы жерде мынау сіздерді күйеу балаңыз Біржанның атын менің жолдасым Ермек Біржан деп ат қойған. Сол кезде бақытылы жеңешем Біржан деп неге қойдың деді жаңағы. Сонда жаңағы Ермек жаңағы енді құдағайы болса да айтып жатыр ғой. Онда Бірбасар қояйық атын онда деп. Сол айтқан бұның Біржан дейтін ең соңынан үйленіп, сіздер жақтан қыз алып, жапырағын жайлайын деп жатыр. Мамайжан әлі екеуің енді бақытты болыңдар. Адам дейтін өмірге келгесін, осы бала шағасымен бақытты дейді. Ұрпақтарының барлығын қызығын көріп, ұлды ұяға, қызды қияға қондырып жатқан жайларың бар. Құтты болсын, барлығы қуаныштымын. Енді мені өзім ауырып қалғасын шақырады мамай енді. Біржанның тойына да қатыса алмадым. Енді осы құдағына қалайда ауырып қалсам да келем деп келіп жатқан жайым бар. Енді Құда енді сіздер бақытты болыңдар, балдарыңыздың қызығын көріңіздер. Тек денсаулықтарымыз мықты болсын деймін. Бірінші байлық денсаулық дейді. Денсаулықтарыңыз мықты болсын да, ағайын тумаларың көп болсын. Құрметтеріңізге көп рахмет сендерге. Ал енді құрметті Жарсуат ауылында осы Құда бәріңіз қарсы алып жатсыздар. Көп рахмет. Құрметтеріңізге ризамыз, мына келген қарсы алып жатсыздар. Әңгіме ішкен жегенде алған бергенде емес, көңілдеріңіз, ақ жүректеріңіз көрініп тұр. Рахмет енді. Осы өмірде тек қысқа қамшының салындай өмірде сыйласып өтейік. Сіздер енді мен кеше келе жатсам, Сайын деген ағам бар Жантеректе. Ажар деген жеңгем бар, аппақ трисәткі. Бұрыннан да құдап кембіз. Шоғла менің сіңдім дейді. Тек не болды деп бұн. Алып кетейік машина босып деп едім, енді қолдар тимей келе алмай қап. Енді құдалығымыз жағынан болсын, балдар бақытты болсын. Енді тек сол балдардың бақыт үшін бәріміз дегенде еңбек етіп тіршілік етеміз ғой. Енді босағалары берік, шаңырақтары биік. Босағаларынан шынаяқтың сылдыр емес, ағайын туыс құда жекжаттың күлкісі кетпесін. Тек бұл Бесентемір әулетімен енді 7 жылдай құда болдық біздер. Ешқандай жамандықтарын көрген жоқпыз. Енді қыз бала жатышқа жаратылған ғой. Енді барымызша үйреттік, үйдегі тәрбие бәріне де енді ондай жаман ұя деп айта алмаймын. Мана Есентемір әулетін білмеймін деп жатыр ғой енді. Біз қыздарға, қай сіз де біз де адай әулетіміз, мен Есентемірге жіберген жоқпын. Өздері қалап алды, не болғанда да өз өттеріне өздері күйет, жақсы әулет деп баға бере аламын. Енді арғарай алып кету сіздің қыздарыңызбен сол Біржан құданың өзінің қолында деп ойлаймын. Енді бақытты болсын балдар деп той деп келейік Жаппас әулетіне. Құдалығымыз жағынан бола берсін. Біздің ауылда да ұл бар енді Жаппастар әулетінде. Трайной құда бола берейік деймін. Құдашалар, енді бүгін сағат 12-ден бастап біздерді құрмет деп жатсыздар. Үлгергендері бар, үлгермегендері бар, бірақ та бәрі өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Айтқым келеді, мына жерде айтылған тілектер бәрі қабыл болсын. Ең бірінші, мына балдарымыз аман болсын. Балдарымыз бақытты болса, бізде де сол бақыттан қайта кетейік. Бізде де бақытты боламыз. Ендіке балдарымыз айтылған тілектер бәрі қабыл болып, үбірлі-шүбірлі болсын. Сіздер жиенді, біздер немерелері болып, өстіп көбейе берейік. Дастархандарыңыз тек қана жақсыға жайылсын. Рахмет құрметтеріңізге тағы да. Құдағай, балдардың шаңырақтары берік болсын, құрбаттқан. Балдар аман болсын, осы балдар енді тек тату болса, бәріміздің құдалығымыз тату болып, құдалығымыз мың жылдық болады деп сенем. Құрмаларымыз құтты болсын, енді мың жылдық құда болайық. Барлық келіп жатқан қонақтар тек осындай үйімізде қуаныш, еліміз тыныш, нанымыз көп болды деп бір елдің ашық аспанда өмір сүріп жүрейік. Барлық айтқан тілектерге қосыламын.
Шауым. Құтты болсын, қуаныштарыңыз ұзағынан болсын. Құрметтеріңізге көп-көп рахмет. Жалғастырайық тағы да. Құдағай, құдашалар, құдабалдар бар ма? Әулеттеріңіз болып жатқан тойларыңыз құтты болсын. Осы екі бала үшін келіп жатыр ғой. Екі балалар бақытты болсын деп, осы балалардың бақытынан басқа ештеңе жоқ. Енді мына жерге әулеткені әкеліп жатырған сыйлығымыз бар. Стиральный машина. Сосын құдағайымызға бар. Сосын үйде осы құдабала, құдаша дегендер бар деп. Сол кісілерге, сосын көпшілікке тарататынымыз бар. Осындай делегатпен келіп жатыр енді. Алғанда берген ештеңе жоқ. Тасқаламен Жарсуаттың ортасы тек ақ жол болсын деймін. Балдар бақытты болсын, көбейе берсін. Әумин құдағай, айтқаныңыз келсін. Көп-көп рахмет. Сіздер кішкене жинақтап алғанша менің құдаларға арнаған ән шашуым бар еді. Тамаша. Гүл-гүл жайна, күл бойына, қыз бала шағында. Ойнап тұрсам дүние, шолақ еткен бір-біріне адамзат қонар екен ай. Қызыл гүлдей құлпырған қайран жастық қазан ұрмай, қар жаумай солады екен ай. Бірге қыздарда да қыздар бар, ашылмаған қауыздай, жігіттерде жігіт бар, тонның іші бауырдай. Айхай, гүл-гүл жайна, күл бойына, қыз бала шағында. Гүл-гүл жайна, күл бойына, қыз бала шағында. Ой, тамаша. Ой, тойға бассын. Тамаша, көп-көп рахмет. Құданың құдай қосады деген осау, а? Құдаларыңыз мәдениет қызметкері, әжеміз құдағай болады ма бұл кісі? Нағаша апасы. Құдаша бола ма? Актриса? Ой, тамаша апа, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Аман болыңыз, тіл көзден аман болыңыз, ең басы. Рахмет. Мынау енді қош келдіңіз, орныңыз төр болсын, құдалардың атын сізге байыр. Тамаша. Сый-сыйпатты үйдің келіндер таратып жіберсе, сосын үй ішіне бөлек деген бар, соны алып olsun. Тамаша, көп-көп рахмет. Айтқан тілектеріңіз баршасы да қабыл болсын, жаттан жақын қылған осы балдарыңыз аман болсын, ауызбіршілік, ынтымақтастығыңыз ажырамай, орталарыңыз ортаймай, араларыңыз ажырамайтын құдаларменен құдағай болыңыздар деген тілек айтамыз. Енді алмақтың да салмағы бар, осы шаңырақта келіндері келсе, мен микрофонды берейін, сіздерге деген азнаулық сый-сияпаттарымыз бар. Қабыл алғайсыздар, қадірлі құдалар, құдағайлар. Ерлан қайным мен Арай келіннің шаңырағында үлкен қуаныш. Бүкіл ағайынға үлкен рахмет айтамыз. Бүгінгі осы үлкен құдаларын шақырып, арнайы жайылған дастарханға соған қолғап жасап, бәріңіз көтермелеп келіп жатсыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Әрдайымда осындай ағайындықтарымыз арта берсін дегім келеді. Ал енді құрметті құдалар, құдағайлар, құдашалар, құдабалдар, бәріңізде бүгінгі осы құдағайларыңыздың сіздерге арнайы арнаған үлкен дастарханына қош келіп жатсыздар. Сіздерді қош көріп жатырмыз. Сіздерге үлкен денсаулық тілейміз. Бүгінгі осы келген құда бастаған, құдағай қоштаған үлкен ортаға құдағайларыңыздың енді дастарханын көріп жатсыздар. Және де енді келгесін құр кетпесін деп сіздерге арнаған сый-сияпаты бар, арнайы алынған. Соны енді әрі қарай табыстауды жөн көрейік. Бұл енді қазақтың өзінің дәстүрі ғой, жалғасып келе жатырған. Сондықтан ортаға Жанар, Динара келіп, сіздерді шақырамыз. Құдағайларымыздың табыстайық. Енді осы шаңырақтың үлкен құдасы Мамай құда, жағалы күйем, енді қыс болса келіп қалды, қыстың қабыл ойлап жатыр құдағайларыңыз. Әлия құдағайға жағалы күйем және
құдағайдың жеңгесіне, енді әйел азаматшалар әрдайымда ас үйге жақын жүреміз, сондықтан манта барқы табыс етеміз. Зейнеп құдағайдың жеңгесіне. Лида құданың нағашы апасына да тоже сол манта барқы табыс етеміз. Салтанат құданың жиені манта барқы табыс етеміз. Арғын тәрбие құданың құда-құдағайына пинжак, сырт киім және манта барқы. Еркін Фарида құданың құда-құдағайларына сырт киім және манта барқы. Салихат Тұрсын құданың құда-құдағайына тоже пинжак, манта барқы. Гүлнұр құданың қарындасына манта барқы. Мұхит жолдасы мен құданың нағашы пинжак, манта барқы. Нұрболат құданың құдасына пинжак. Ғазиз құданың жиеніне пинжак. Енді осы Мамай құда мен Әлия құдағайдан өрбіген ұрпақтарына ең үлкен ұлы келіні Үрстем құда, Ақмарал құдашаға пинжак және қазіргі заманға сай күміс Пандора құдашамызға сыйлаймыз. Мәди құда, Перизат құдағай жағалы киім, жекет. Мәди құда бала, Перизат құдағайға жағалы киім, жекет. Айтқазы құда, Аяжан құдағай жағалы киім, жекет. Енді осы шаңырақтың кенже гүлі Алтынгүл құдашамыз және кішкентай өзінің кішкентай құдашамыз бар, күміс Пандора. Сосын кішкентай құдашаға колонкамыз бар. Енді осы шаңырақтың күйеуі Біржан мен қызымыз Шығаға үй асынатынан екеуіне Ал келе ойындар. Сумка. Біржан. Табыстарыңыз көп болсын. Және де осы енді Жаппастар әулетіне, Есентемір әулетіне арналған дәмдері бар, соны қабыл аласыздар. Осымен енді бүгінгі сіздерге арнаған құда-құдағайларыңыздың сый-сияпатын табыстап жатырмыз. Игілікте болыңыздар, екі ортада тек ағайындық болсын, балдар бақытты болсын, соның қызын көретін құда-құдағай болыңыздар. Денсаулық берсін, той құтты болсын. Рахмет бәріңізге. Жасап жіберейік, содан кейін құдашамыздың әнін тыңдайтын боламыз. Салт дәстүр дегенің бір мектеп еді, дәстүрден жаңылмай ел көктеп еді, әр нәрсені білдірген ишарамен біздің қазақ ежелден тектеледі. Мысалы, жас балаға сирақ берсе, сүрінбей сынақтардан өттегені, құлақ берсе, тыңдап тек жақсы нәрсе, тіл берсе, сөздің майын төк дегені. Еңсесі түспей жүрсін деп тағы қазақ келген күйеу балаға төс береді. Себебі біздің қазақ күйеулердің төменшіктеп жүргенін жек көреді. Сол секілді құда мен құдағиға құйрық бауыр бергенді қош көреді. Бауыр берген себебі екі құда бауырдай туыс болып өттегені. Ал енді құдағиларға құйрық берсе, мұның үлкен астары болып келеді. Жастардың өміріне бақыт тілеп, тып-тыныш өмір сүрсін деп береді дейді. Мына мен қолымдағы құйрықпен бауыр бар, құдасыз сол жерден ерақасыз кішкене артқа қарай барайық. Құшақтарыңызды ашасыздар, қос құда бір-біріне қарай жүгіріп, құшақтасып, төс қағыстырып тұрып, құйрық бауыр алынғазатын болады. Қаттырақ қол соғамыз ба? Қошемет бар ма? Ал құдалар кетті.
Тамаша, орнымызға барамыз, орнымызға. Құдағаймен сосын құшақтасамыз, бірақ сосын құшақта. Бірінші құдағайлар өздері құшақтасып алсын. Так, ал енді кезек қос құдағайда. Қошемет болатын болса, Арай құдағайы менен Әлия құдағайы. Ал құдалар қайдасыздар? Келіңіздер, құдалар. Ерақа, құда келіңіз. Асықпай. Фотоға сосын түсетін еді. Ал музыка жіберейік, құдағайыңызды бір құшақтап жіберіңіз. Ерақаң өзінің құдағайын құшақтап жіберсін. Музыка жіберейік. Ал. Мамай құда мен Арай құдағай бір жерде тұрып билеген жақсы көреді. Ерлан құдасы мен Әлия құдағай әна бір жерде, мына бір жерде тұрып билеген жақсы көреді. Құданы құдай қосады деген бар. Құдалықтарыңыз мәңгілік болсын. Құдаларыңыз фотоға түсіп аласыздар ма? Ал ана жерге барайық. Фотоға түсіп алып, сосын құдаларыңызды, құдағайларыңызды қолтықтап. Сіздерге
тамаша алды. Бір құдашамызға көп рахмет. Құдалардың атынан Құдаша, әлі бастап берді. құдаша құдалардың атынан. Тамаша, көп рахмет. Құдаларыңыз. Құдаша рахмет, өнеріңіз үстем болсын. Барлық жақсылық тек осылай бейнетті, құдалықтай ән салу. Рахмет құдаша. Құдалар рахмет. Тамаша, құдалардың атынан деп жатыр. Қадірлі ағайындар, көп отырып қалған сияқтымыз құдаларды, құдашаларды, құдабалдарды ортаға алып тұрып, коллективді құрдас достар бір видео алайық. Настоящие мужчины. Ай, бәрекелді фильм жалғастырамыз. Көңілдірек құдалар. Ұжымдастар, достар. Тоқтамаймыз, бейбіт жалғастырып. Shukuli,
айға сайын барыңызға. Кейін тағы бір әдемі тілекті жолдап жіберейін. Осы жерде Ерахан менен Арай апамыздың әріптестері бар, коллективтері Жарсуат мәдениет және Жарсуат амбулаториясы медициналық қызметкерлері және мәдениет қызметкерлері. Жарсуаттың мәдениетіне өзінің үлесін қосып жүрген және аурудан аман арашалап қалып жүрген біздің ақ халатты абзал жандарымыз. Қош келдіңіздер, той төріне билеп шақырамыз. Бақытжан апа, бастаңыз. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Бұл күні болып жатқан құрбанымыз құтты болсын. Бүгін енді мына елран жұмыстасымыз, жолдас жетіміз бүгін бүкіл бір міндетті құдалық той жасап, осы тойханаға өзіме еттеген ет жақын адамдардың жолдастарын жинап, жақсы той жасап жатыр, құрмай жасап жатыр, жақсы. Ал құтты болсын, қабыл болсын. Енді келіп жатқан құралардың қадамдары оң болсын, орындар әрдайым төрден табылсын. Енді Ерлан деген біздің өзіміздің азамат, жұмыстасымыз көзімізден беріп, жұмыстаспыз, өзі осы шеңберін жүргенбіз. Орнашса, қазақта айтады, ол көмекейі көрінеді деп. Сондай азамат жігіт, одан да әрірек ашып берсе, арғаннан арай көріп тұрады деген сияқты. Жақын өте керемет жігіт, елдің адамы деуге болады. Жаңа сөйлеу азаматтар жақсы. Тілектен айтып жатыр ғой, бәрі де өте өсемін бе. Алдерапа, құтты болсын бәрі де, оңнан болсын, ұрпақтарын өсе берсін, өспәкті ұрпақтарыңызды қызғын көріңіздер, орталарын көбейе берсін, әдемеден келіне келіп осы шаңырақтың жақсы қуанышқа келе берсін. Мына құралар көресін, құралар есін темір болар екен. Менің де нағаштарым есін темір болып келеді. Есін темірдің несі. Тынышталайық. Қожамбетов. Құдалар несі екен? Көн сұлығы жейді, Қожамбет, Әжімбет деп көрінеді, осы бұның аразарын Қожамбетов. Ойым көлік несін ұтқып отыр. Қадамдарың көп болсын, құралар, нағашылар. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Осылай Жарсуат ауылына той қуаныштар келе беріңіздер. Жақсы күндеріңіз көп болсын. Енді осы әулетке жақсылық қуаныш тілейміз. Жақсы күндер көп болсын. Амандық тілейміз. Ажағын жалғастырады. Ал енді құрметті тойшы қауым, бүгін енді мына бүгін Ерлан мен Арайдың құдалығына қош келдік бәріміз дейтін. Тек құдалық 1000 жылдық болсын, балалар аман болсын, бақытты болсын дейміз. Енді мына біздер Арайдың жұмыстастарымыз, амбулаторияны көп жылдан бері бірге жатырмыз. Шұғыла көз алдымызда өсті, өте жақсы. Семья болады деп сенеміз. Жақсы тілектер бүгін айтылған, қабыл болсын, аман болсын, дені сау болсын. Тек жақсылықта кездесейік. Баршасы қабыл болсын, көп рахмет. Қысқадан нұсқа уақытамай сөйлеп жатқандарыңызға фото өтсеңіз ба? Жоғары қарай шығыңыздар. Жоғары қарай шығайық, фото өтсеңіз, фото. Сол жақтан
үшін күйіп жана беремін. Көп рахмет, Орапа. Рахмет, Ерлан. Арай құдалық тойларыңыз құтты болсын, 2 жасқа құтты болсын. Біз сенден мақтанамыз, Жасуат мәдениет Ерланды қатты жақсы көреміз. Өнеріңіз сен болсын, құдалардың Көп рахмет. Құдағайымызға. Лаура әріптесіме бүгінгі тойымызды көтеріп жатқан көп рахмет. Лаураға 6-шы демалыс күн демалыс беріп келеді. Оның келесі аптасы тағы 2 күн демалыс беріңіз. Ал, көп рахмет. Так, енді. Приздар бар. Той кешін дайындап қойған, мен соны тауысуым керек. Жаңа билеп атқанда да беріп жатыр, әлі таусылмайды. Маған бір 5 жұп керек. Күйеуі мен әйелі ортаға. Күйеуі мен әйелі болуы маңызды. Ортаға бір 5 жұп келе қойсаңыздар. Жастары жағынан болса, құдалардың жастары бар ма? Үйленгендерден минимум 5 жыл болғандар. Ал, Аслан Бекнағашев келе ғой. Келіңіз. Майыр апа екеуі. Айтқазы құда мен Аяжан құдағай. Келіңіздер. Так, 2 жұп бар. Нағашылардан бар ма? О, Самат ағамыз молодец. Келіңіздер. Үшеу құрдастардан. Көктоғай құрдастардан. Жоқ, сіздерге болмайды. Келіңіздер, қайреке. Билемейсіздер. Болады әрине. Құдағай болады сіздерге. Келіңіз. Үшеу бол, 5 болдық па? Әйелі жоқ оның. Әйелі жоқ. Маған әйел барлар керек өші. Жоқ, өзінің әйелі керек, өзінің. Сіз кімнің әйелін қосайып тұрсы оған? Келгізде, бері қарай. Осы жерге, қатар. Тұра қойыңыздар. Әйелі артына, күйеуі алдына тұра қойыңыздар. Күйеулері алдыңғы қатарға. Кім? Қай әйел? Осылай қарап, былайынан тұра беріңіздер. Мына алға қарап тұрыңыз, алға қарап. Міне, қайда кеңдер ұқсап. Аслан Бекнағашев. Жоқ, билемейміз. Құда сен былай қарап. Так, қазір мен сіздерге сұрақ қоям. Кішкене бір қитұрқылау сұрақтар. Кім сол сұраққа сай келеді, кімнің іс-әрекеті соған келеді, бір шаг аттайсыздар алдыға. Келістік па? Ал, бірінші сұрақты бастаймыз. Кім әйелін күн сайын еркелетеді? О, мына жас үйленгендерді. Неше жыл болды қалай үйленгеніңе? 7 жыл. Ешкім еркелетпейсіңдер ме басқа? Міне, жастардың махаббаты жанып тұр. Кімнің әйелі қонаққа барарда үйден шығып болмайды? 2 шаг аттау болады осындай кезде. Ол енді тошын. Қайреке, кешікпей ма? Нағаш кешікпей ма? Самат аға, кешікпей ма? Шығып болмай ма үйден? Тез шығып кете ма? Кімнің әйелі күйеуінің зарплатасын сыпырып алады? Міне, бірінші шаг жасалды біз. Жарты шаг па, жарты шаг? Сіздің вообще түсініп тұрған жоқ мен. 2 Каспий бар, народный мастер бар. Түгел ма? Пин-кодын бәрін біледі карточканы. Кішкене алға қарай, тұра беріңіздер. Кімнің әйелі шетелге шығайық деп қылқылдап айта береді? Ешкім шыққысы келмейді да шетелге. Кім әйеліне жиі гүл сыйлап тұрады? Құда, қозғалшайшы, құда, сен жассың ғой. Құда, қозғалшайшы өтірік болса да. Так, кім әйелінен қорықпайды? О! Баш, 2 шақты жасау болады негізі. О, Самат ағам қуана жасайды 2 шақты. Кім әйелінен тоқал аламын деп айтып жүр? О! Кім әйелін қатты жақсы көреді?
Қол соғасыздар ма? Енді сіздер теріс қарап тұрыңыздар, әйелдеріңізге қарап. Қазір кімнің әйелі қозғалғанын байқамай қалса, Самат аға. Кругом. Кім күйеуін күн сайын еркелетеді? Жоқ, Самат аға вообще еркелетпейді. Күн сайын еркелетпейді. Бірақ әйелі күн сайын еркелетеді. Не алдып еркелетесіз? Сармысыңды. Жоқ, негізі айтса айтқандай бар ғой да. Қимыл қозғалыстарынан мына жақта Құдағай бар екен. Құдағай, сіз не алдып еркелетесіз? Ұмытып кеттім ғой. Жан деп айтамын. Просто жан деп па? Нормально. 7 жылға нормально. Кім күйеуін қайда жүрсің деп мазаламайды вообще. Вообще мазаламайды. Майка па? Нормально. Соңайда елу сияқты. Кейде соғады, кейде соқпайды. Кімнің күйеуі заттарының қайда жатқанын білмейді. Самат аға, сен қозғалмайсың. Бері қарай тұр. Әйеліңіз. Кімнің күйеуі балыққа кеттім деп кетеді, бірақ ештеңе әкелмейді үйге. Самат аға, сіз қозғалмайсыз. Өзім ойындап тұрға әкелмейді деп. Келесі. Кімнің күйеуі моншаға кеттім деп жоқ болып кетеді. Жоқ, Самат аға, сіз бәрін ашып қойып жатсыз ғой. Кім күйеуінің зарплатасын сыпырып алады? Кім күйеуінен жиі сыйлық алып жүр? Жастар жағы молодец. Кім күйеуінен тоқал алып беруге дайын? Самат аға, ощущение қалай? Әйеліңіз құсысын бейін. Дымсыңы жоқ мәші. Не айтып, не қояды? Сіз ана сармышыңды енге үйреніп ал, бәше қалай сөйлеу? Еркелеп сөйлеу, бәше түсінсіз сөйлейді сияқтысыз. Кім күйеуін қатты жақсы көреді? Ал құшақтаңыздар күйеулеріңізді. Сені сүйем, маған ешкім ұнамайды. Сені сүйем, жадыңды ешкім көре алмайды. Жүрек көре алатындар көктеп алдайды. Сені сүйем. Приз бере ойыңыздар, бәрінде. 10 штук приз керек, 10 штук. Сосын Самат ағаға бөлек 2 приз беріңіздер, барлық шындықты айтқан үшін. Молодец, Самат аға. Той көтерсе, осындай көтеру керек. Нағашы боласыз ғой да, Ерақаңа. Сені қала ойыңыздар, сені. Тумаған нағаш, ондай да бола ма? Ала ойыңыздар. Тағы да берейік, сыйлық берейік бәріне. Ал, Құдағай, көп рахмет. Сыйлық алдың ғой, Құдаға сыйлық беретін. Кімге берейін деп жатыр, Біреуге беріп қояды, ол соқпайсыздар ма? Нағашым кімнің сыйлығын аяқсын, алып бақыр. Апасы мен мамасына берем дейді. Жаңа айтып жатыр ғой, Самат нағашы, тумаған жиен деп. Сол сияқты мен өзім айтып едім бәрі бұларға, тумаған нағашым деп. Өзімнің туған нағашыларым, адайлар Дубайда жүр қыдыр. Ақшалары көп қой, ана бөлелерім бәрі бір күліп отыр. Жаңа айтып жатыр қой, мынау 17-ші бекетте тұрады нағашыларым. Кәрі нағашы, әкемнің нағашылары, себектер. Сондықтан бұлар тумаған нағашы. Самат аға, көп рахмет. Қолы ашық екен көрініп тұр. Қолынан түскен приздің бәрін беріп қояды. Қолынан түскен қояндарын таратып жібереді жан-жаққа да. Аман болыңыз, ғасыр жасаңыз, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Ал енді қадірлі ағайын, тағы бір әдемі тілекпен жалғастырайық. Содан кейін бір тамаша ән тыңдаймыз, немесе би билейтін боламыз. Мына жерде Көктоғайдан келген құрдас достары бар. Осы Жарсуатты құрдас достары бар. Жақын араласатын Ерақаң мен Арай апамыздың сіздерге сөздің кезегі келді. Келіңіздер ортаға билеп шығайық, құрдастары, достары. Saksa
қош келдіңіздер, қадірменді құрдас достары. Так, кімнен бастаймыз? Көктоғай? Көктоғай. Енді бүгін Ерлан құрдасымыздың тойына бәріміз де қош келіп жатырмыз. Мына төрде тұрған құдалар қадамдарыңыз тек қана төрден орын болсын деген келеді, қадамдарыңыз гүл өтсін. Енді Ерлан келетін болсақ, Ерлан екеуміз кішкентайымыздан бірге өсіп, бірге ойнап, сөйтіп өстік кезінде енді кім ойлаған кезінде өстік. Ата әже боламыз, қыз ұзатамыз, келін түсіреміз деп сондай дәреже етіп жатырмыз. Ерлан мен ана кім Арай деймін. Ал енді бүгінгі құрбаларың құтты болсын, аман жүріңіздер, тек қана жастарымыз бақытты болсын. Бүгінгі үлкен кісілер мына тойды дәресті Қамаш ақамыз бен Нағим апамыз орнынан бір ойнап тұрып жатқан болар. Сол кісілердің болатын жері, орны, сол кісілердің көрмеген қызығын екеумізге Алла Тағала нәсіп етсін деген біледі. Көрген қызығымыз аз болмасын, бұнымен шектеліп қалмасын. Әлде де сіздерге құда құдымда болуға Алла Тағала нәсіп етсін деген біледі. Ал енді басқа не айтам? Барлық осы отырған құрдастарым бар, бұл жерде келіп жатқан. 5-ші жолдың келіп жатқан құрдастарымыз бар. Барлығына осындай қуаныш нәсіп етсін деген біледі. Қалама бұл жерде келіп жатқан. Рахмет көп. Келесің. Ал Ерлан, Арай, құдалықтарың құтты болсын, зағран болсын. Тойдың жалғасы ғой, жалғасы таға берсін. Құрметті құдалар, төрде алған орындарыңыз мәңгілік болсын. Атырау мен Жарсуаттың орысы ақ жол болсын дегім келеді. Ассалаумағалейкум. Ал құрметті қонақтар, мына Ерлан мен Арайдың үлкен дастарханына қош келдік. Барлығымызда Ерлан, Арай, рахмет, осылай құрметтеп, қуанышыңның қай-қайсынан да қалдырмайсың. Мына ауылдағы Көктоғайдағы құрдастарыңды қуанышы жағынан болсын. Құрметті құдалар, сіздердің орындарыңыз әрдайым төр болсын, құтты құрма болсын. Мына жақта Ерланның көршілері бар, жұмыстастары бар, Арайдың жұмыстастары, көп ағайындар бар, жиналып жатқан. Барлықтарыңызға құтты құрма болсын деймін. Тек той осындай деңгейде өте берсін, тойдан тойға жете берейік, құдалық құтты болсын. Құрметті тойшы қауым, мынау бүгінгі үлкен жарқыраған сарайда мынау біздің Ерланымыз бен Арайжан өзінің құдалығын атқарып жатыр. Құдалық мынау бүгінгі қуаныш үлкен дәрежеде өтіп жатыр деп есептеп отырмыз. Енді келген құдаларға айтарымыз, қашанда орындарыңыз төр болсын. Енді сіздер мынау керемет жермен ағайын туыс болып жатсыздар. Бұл Ереханды бүкіл ел сыйлайды. Оның ішінде біздер Көктоғайдан келіп тұрмыз. Ереханмен 11 жыл бір сыныпта оқып, жан-жаққа кетіп жатсақ та, бәріміз әлі күнге дейін араласып, осындай той жиындарында қашанда біздерді елеп шақырып жатады, соған қашанда келіп жатамыз. Енді не айтамыз, мынау осы шаңырақта болып жатқан бүгінгі ағайынның, бүкіл ағайынның басын жинап жатқан Ерланның апалары бар, мына жерде жезделері бар, сіздерге де құтты болсын, ағалары бар. Енді кімнің кім екенін достарына қарап таниды ғой. Сондықтан Ерехан жан-жағына жақсы жолдас, жақсы жора тапқан азамат, елге сыйлы, еңбегі елеулі, қашанда үлкеннен қашанда бата ала білген, және өзімнің үйінде жаңа өзімнің мамам бар. Сол Ереханға үлкен сәлем айтып жіберді. Мынау құтты болсын деп, ағайындығы 1000 жылдық құда болыңыздар деген тілекті әдейі айтқым келіп тұр, сәлем айтып жібергеннен кейін. Енді осы отырған баршаңызға да осындай той болсын, ұрпақ қызығын бірге көрейік. Әрқашан тек басымыз осындай үлкен тойларда кездесуге жазсын деген не айтамын, ниет білдіремін. Құдалар, орындарыңыз қашанда төр болсын, ағайындықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Енді өрістеріңіз кеңейіп жатыр, ары қарай кеңейе берсін, өсе берсін, ұрпақ қызығын бірге көрейік деген тілегіміз бар. Және той шашусыз болмайды, сондықтан мынау өзіміздің кішкентай ғана
сыйлығыңыз бар, соны қабыл етерсіздер. Және өзіміздің соны Көктоғайдан келіп тұрғасын, келіп отырған, төрде тұрған құдаларға арналған дәміміз бар, соны қабыл етерсіздер. Ой, тамаша. Қазақ тілі әдебиетінің пәнінің мұғалімі. Жалғастырайық тағы да. Ассалаумағалейкум, той қонақтары. Аяғы арай, тағы да бүгінгі той құтты болсын. Жаңадан келген құдалар, қадамдарыңыз құтты болсын, тағы да орындарыңыз төр болсын. Әрқашанда жаңадан құрған жастар бақытты болсын. Арайға көп рахмет. Енді күзде өткенде тойды әкеле алмадық. Себебі біздің де шаруамыз осындай қыз ұзату тойы болды. Енді Ерахан жақсы қазір тілектер айтылып отыр ғой, бәріне оңды болсын, қабыл болсын. Мұқталарға енді лайықты ер азамат қой. Ераханмен кезінде 2000 жылдарда бірге ендерде мектепте әріптес болдық, содан бастап дос болдық. Жалпы екеуміз құрдаспыз, бір жағынан аттаспыз. Онда ерлан, менде ерлан. Ендерден келіп тұрып, жолдасы Арай, мен Арай екеуі де бешін. Ажа аттаспыз жағы. Содан араласып кеттік, тағы да құтты болсын қадамдарыңыз. Енді той болсын, жастар бақытты болсын. Көп рахмет. Құрметті Ерлан Арай, бүгінгі мына үлкен тойларыңыз құтты болсын. Енді бана жолдасын таныстырып жатыр ғой. Ерлан, Арай, біз де солаймыз. Араймен мен 11 жыл бірге класстас болып оқыдым. Медколледжде бірге оқыдық, группаласын. Және осы салада бірге жұмыс жасай жатырмыз қазір. Ерлан енді өткенде тойына шақыруға ұмытып кетіпті мені. Сосын ұялғаннан құдалыққа шақырған ғой, жалғыз өзіңді. Енді құдалықтарыңыз ұзағынан болсын. Енді өткенде бізде де той болды. Енді балдарымызда бәрі сол қатарлас. Енді Ерланның өзі де айтады осы деп. Сол енді өйстіп тек достығымыз ұзағынан болсын. Әрқашан тек осындай тойда, қуаныш құдалықта тек кездесіп жүре берейік. Құдалар қадамдарыңыз құтты болсын, отырған орындарыңыз төр болсын деймін. Балдар бақытты болсын. Қайырлығын қадірменді тойшыл қауым. Бүгін Ерахан мен Арайдың шаңырағында кереметтей тойының куәсі болып жатырмыз. Ал енді Ерахан, Арай тұқырма болсын, жастар бақытты болсын, келген құдалар орындарыңыз төр болсын. Өте тамаша той өтіп жатыр. Керемет мына жасқа жайылған дастархандардың әрдайым осыдан тек тойға жеңілсін деген жақсылыққа жеңілсін. Аман болыңыздар. Көп рахмет. Жарсуатты құрдастары. Жалғастырыңыздар. Ассалаумағалейкум. Құрметті тойшы қауым. Баршамызда қош келіп жатырмыз. Мынау Ерахан мен Арайдың бүгін шаңырағында құдалық той болып жатыр. Ал енді мына төрде тұрған құдалар, орындарыңыз тек төр болсын. Екі орта ақ жол болсын дейміз. Мынау енді екі бала бақытты болсын. Барлық жақсы тілектер айтып отыр енді. Соған қосыламыз. Енді манадан бері енді Ераханды жақсы жағын айтып мақтап жатыр ғой. Енді Ераханның тағы бір плюс жағы қасында отырған үлкен демейді, кіші демейді. Жайымен отырып, жақсы етіп жұмсап жібереді. Оған енді бармайын деп отқан жерге барып қоясың, қалай болғанда да. Келмейін деген жерге келіп қоясың. Енді айтайын деген енді қолдарын ұзарып, күйеу бала болғасындар, енді жұмсайтын адам тауып отыр, үлкендерге енді көп жұмсама деп отыр. Ал енді жастар бақытты болсын дейміз, тек жақсылыққа тойларымызға келе берейік. Осы жерде енді бір топ құрдастарымыз бар, достарымыз бар. Әлде жұмыста жүрген достарымыз бар, келе алмай жатқан. Бәрі де құтты болсын айтып жатыр енді. Тек жақсы тойда басымыз қосыла берсін дегім келеді. Аман болайық. Жалғастырыңыздар. Қосыласыздар ма? Қосыламыз деп отыр.
Ал көп рахмет құрдастары, достары, айтқан тілектеріңіз қабыл болсын. Шын дос болсаң бір келіп, сырласып кет, сапарыңның бұрышын бұра салда, сен келгенде табанмен бір асмет жаудан барып, қарызға сұрасам да дейтіндей достықтарыңызға берік, орталарыңыз ортаймасын, араларыңыз ажырамасын, бір-біріңіздің шаңырақтарыңыздың табалдырығын тек той деп тоздырыңыздар, қадірменді достар. Бірге бір келеді, не көрсем бір көретін, бір досым керек екен. Жалғыздық батқанымда, батпай бір ортаңымда, көңілім тұмандағы, құлазып жатқанымда, қасымда бір болады, жасысам сындалады, жаманда жаяу қалсам, аямас күнге наты, көңілге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсем бір көретін, бір досым керек екен. Шаттығым кердегенде, елге дес бермегенде, шарықтап сөйлегенде, қолыңды сермегенде, басында бір болады, жасысам сындалады, бір досым керек екен. Қасында бір болады, жасысам сындалады, жаманда жаяу қалсам, аямас күнге наты, өмірге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсем бір көретін, бір досым керек екен. Өмірге нұр береді, өмірге бір келеді, не көрсем бір көретін, бір досым керек екен. Достарым керек екен. Олай рахмет, қадірменді достар, аман болыңыздар, ғұмыр жастарыңыз, қазақ досы дейміз, достықтарыңыз, берік болсын. Ал өнер үстем болсын, ерланның ағасының атынан. Досым, досым айырым ғой. Досы деген осылай болмайды. Ерланның ағасының атынан. Тамаша, өлеттің өлгендер Ераханның ағаларының атынан. Ал қадірлі ағайындар, бәріңізге ас келді ма? Дастарханға жетіп жатыр ма? Құдалар, ас келді ғой, сыбағаларыңыз сүйкімді болсын, құдаларыңыз қызым келеді деп, бас-бастап, күйеу балам келеді. Керек Ерланмен. Мынау біздер Ерлан екеуміз әріптес болдық. Мына екі Арай бір класста оқыған ғой. Содан Арай Атыраудағы медколледжде оқып жүргенде мен Арайға барам. Сосын Арайға баршым, ол кезде мына Ерлан танымаймын ғой. Сосын Арай шақыр дегенде мына Арай бірінші түседі. Баспа жақтан. Мына Арай бірінші келеді, менің Ерланым емес қой деп кетіп қалды. Сөйтіп, одан кейін отау құрдық. Әрі көршіміз қазір, мамам Ерланның атасы мен енесі бізбен көрші. Осындай достығымыз жарасып жүрген жандарымыз. Енді бұлар әріптес, бұлардың да қызы кетті. Әлей деген балдары бар. Шұғыла деген қыздар күйі кетті. Сосын бұлар қызы болса Әлей деп қойды. Қойшы кемпірдің аты ғой деп біздер Шәрбену деп қойдық. Сол осы жерден шатасып кеттік, әзілдесіп айтамыз ғой. Ал аман жүрейік, тек жұрттың жазылмасын, Ерақа мынау біздің шаңырағымыздан Арайынан. Екеуі осы көрпені бастан тағы бір шұғыла шығарыңдар деп жатыр.
Қарындасыңыз, Жанар апа ма? Сол кісіні күтеміз ғой. Ассалаумағалейкум. Қош келіп жатсыздар. Құдалығымыз мың жылдық болсын. Жақсылық тауып, жасақанда басымыз қосыла берсін. Аман жүрек. Құдалық мың жылдық болсын. Ал той төрінде жиналған құрдастары бар, папа маманың туысқандары бар, құда-құдағайлары бар, ағайындары бар, көршілері бар. Барлығыңызды қош көріп жатсыздар. Енді осылай барлығыңыздың да достықтарыңыз, құдалықтарыңыз мың жылдық болып, әрдайым үйлеріңізде осындай той болсын. Ешқандай да жамандық атаулысы болмасын. Әрдайым үйлеріңізде күлкі, жақсылық кетпесін. Осылай тек жақсылықта жиналып, ақтасарқанда жиналып отыра беріңіздер. Қайырлы күн, құрметті ағайын, тума, көрші, көлем. Бүгінгі күні біздің тойымызға ортақтасып, алтын уақыттарыңызды бөліп келіп жатырғандарыңызға үлкен рахмет. Мама папаны сыйлап келгеннен үлкен кісілеріміз аман болсын. Ортамызда отырған папаның құрдастары алыс жақтан келген. Осы тойға папа маманы көңілдерін қалдырмай үнемі көрем, тойларында постоянно болады. Сондықтан жақсы көрем бәріңізді. Бәріңізде бірдейсіздер, ортамызда отырған үлкендеріміз аман болсын. Құдалар келіп жатқан қадамдарыңыз оңынан болсын, құдаларымыз мың жылдығынан болсын дегім келеді. Ешқандай жамандық болмасын, тек жақсылық қана тілеймін. Ой, тамаша. Молодец. Бесек ерлардың қызы болмасын ба Жанар? Молодец, аман бол. Жақсы. Бүгінгі осындай біздің әулетімізде үлкен той болып жатыр, тойдан кейінгі жалғасы. Құдалар, төрімізден орын алып жатсыздар, қош келдіңіздер. Енді басымыз осындай тойда кездессін. Жан-жақтан қаумалап достарымыз, көршілеріміз, ағайындарымыз, апа жезделер, аға жеңгелер бәрімізді келіп жатсыздар. Сіздерге көп рахмет айтамыз. Дендеріңіз сау болсын, басымызда лайында, осындай жақсылықта жинала берейік деп айтамыз. Және тамады Нұрдәулетке, тойхананың иесі Бектас аға Бекнар апаға, және оның қыздары сіздерге рахмет айтамыз. Және эстрадада отырған Нағим, сізге де көп рахмет. Аман жүріңіздер. Енді келіп қуантып жатса ғой, жан-жақтан бәріңізде аман тем үйлеріңізге жетіңіздер, жолдарыңыз болсын. Келіп кетті, осы шаңырақтан бір емес, екі келінді шақыра қойыңыздаршы, екі столға шай мен астың рәсімін жасайын деп едік деп. Ал шаңырақтың келіндері болса, екі бірдей келін келе қойыңыздар, бір келін жоғарыдағы үстелге, бір келін мына жердегі құдаларымызға қарай келе қойыңыздар. Құдалықтарымыз мың жылдық болсын, жастар дағықты olsun, той болсын. Әмин, айтқаныңыз келсін. Ал қадірлі ағайын, бүгінгі қуанышымыз аяқталды. Алда Әлібейдің тойы өтіп тұр, алда қаласы. Сол қуанышта төрт тойдардың үстіге орталарыңыз ортаймай аман есен жолығыңыздар.